Әңгімелер айтылды, оның бәрі мына шешімде көрініс тауып жатыр. Асыл апаның да көптеген адамдардың пікірлері мына жерден көрініс тауып тұр. Менің айтатын деген біздің нақты мақсатымыз осы қазақ еліндегі қоғамдық ұйымдардың әрбіреуі осындай нақты істермен бір күні мысалы бүгін мыңдаған жерде осындай әрбір ұйымнан осындай барып жатса, сонда халық қаласа қан түйесін сояды деген қазақ халқының жаңағы негізгі қағидасы азаматтық іске асар еді. Жаңа мынауымыз орындалмайды деген сөз қоюымыз керек. Себебі талап қоюды біз үйретуіміз керек. Сондықтан біздің негізгі бағытымыз мәдени ағартушы жұмыс болу керек. Барлық қоғамдық ұйымдар халықпен жұмыс істеп, халықты еліміздің заңын орындатуға талап қоюды үйретейік. Сонда ғана біздің негізгі күшіміз қазақ үнінде, біздің жаңағы рухымыздың өлшемі қазақтың үні. Үннің қадірін білетін адамдар азайды. Себебі Совет өкіметінің мектебінен өткендер сол Совет өкіметінің жаңағы диірменінің тасынан өтті ғой. Сондықтан ұлттық ойлау қабілетінен айырылған адамдар қазір өріп жүр. Сондықтан біздің айтқан сөздеріміз жетпейді. Сондықтан мына балабақшадан бастау деген өте дұрыс. Балабақшадан бастап мемлекеттік әліпбимен оқытса, Қазақстан азаматтарының бәрінің үні қазақша шығады жаңа. Қазақтың 29-ын толық айта алатын азаматтар нағыз қазақ азаматы болып шығады. Сондықтан мына талаптардың бәрін орындатқызайық, шешімді жіберейік. Ең негізгі кемшілігіміз жаңағы мына президентіміздің мына керемет сұхбаты, ұлттың ұлы мұраты жолында ұйысайық дегенді күнде мысалы Қазақстанның әрбір ауылында болып жататын қазіргі жиындар болу керек. Әр басына кез келген кішігірім газет болсын, үлкен газет болсын, бәрі жаңағы ұйымдастырып, кез келген жерде осындай. Әр жиыннан бір шешім барса, Қазақстандағы 7500 ұйымнан 7500 бір аптаның ішінде барса, орындамауға дәті бармайды. Сондықтан бәріміз жаңағы қосылып, осындай талап қоя білейік. Рахмет.